Қайырлы күн құрметті достар, сіздермен бірге мен Жандос Меңдешұлы. Біз сіздермен әдеттегідей жасанды нейрожелілермен танысуды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін біздің танысатын нейрожеліміз перплексити деп аталады. И бұл нейрожелі бізге не үшін қажет және қандай мақсатта біз оны қолдана аламыз, ең бірінші қойылатын сұрақ. Ең алдымен іздеу жолағын жазамыз, перплексити, яғни бұл нейрожелі арқылы біздер Google арқылы кірсек болады, немесе жаңағы автоматты түрде міне сіздерде кіріп кетуі мүмкін, Google аккаунттарыңыз арқылы кіріп тұрсаңыздар, немесе әдеттегідей кіру Google арқылы деп кірсек те болады, таңдап енгізу арқылы. Енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде бұл үлкен зерттеулерді, халықаралық зерттеулерге, ғылыми жобалармен айналысуға арналған үлкен, былайша айтқанда, кітапхана деп айтсақ болады. Яғни бұл жерде көптеген әлемдік зерттеулердің барлығын жаңағы саралай отырып сізге қысқаша мәліметтер ұсынады. Мысалға, қарапайым қандай да бір тақырыпты қояйық, мысалы мен жергілікті аймақтағы құстардың санын зерттеу деген тақырыпты алдым. Осыны мысалы басатын болсам, маған осыған қатысты қандай зерттеулер болды, соның барлығын шығарып береді. Мен қазақша іздегендіктен ол жерде де қазақ тілінде менде шықты да ақпараттар. Енді қараңыз, бізде былай дейді: жергілікті аймақтарда құстардың санын зерттеу үшін арнайы ғылыми зерттеу әдістері қолданылады, осылай жетеді дейді де, бұны 3 дерек көзінен алып отыр. Яғни ол ел.кз, Википедия және Жамбыл инфо деп аталатын 3 дерек көзді пайдалана отырып бізге осы ақпаратты ұсынып отыр. Жай ғана мына бір сөйлемде, 2 сөйлемде 3 дерек көз қолданды. Біздер енді ғылыми зерттеулерде өздеріңіздер білесіздер, қарапайым бір мақала жазу үшін бірнеше дерек көздерді қарауымыз керек. Яғни бізде мына бір абзацтың өзінде 20 дерек көз қаралған. Яғни осыған сәйкес суреттерді шығарады. Осыған сәйкес барлық зерттелген жаңағы барлығын көрсету десек, бізде барлық, яғни жарияланымдар шығады. Енді мен сіздерге айтқым келгені, тек қана бұл жерде қазақша емес, ағылшынша нақты уақытта зерттеуге болады. Яғни біздер ескі өтіп кеткен, яғни мерзім өтіп кеткен ақпараттармен емес, осы тақырыпты ағылшын тілінде алып қоятын болсақ, бізге ағылшын тіліндегі осы тақырыптың зерттелген нұсқалары шығады. Орыс тілінде қоятын болсақ, сәйкесінше орыс тілінде шығады. Яғни ағылшын тілінде қоятын болсақ, бүкіл әлемдік зерттеулердің барлығы шығатын болады. Міне, мысалға, осы айтып өткенімдей, ағылшын тілінде мысалы қазір біз қойып қарайық. Осыған қандай ақпараттар бере алады екен, қарасаңыздар, енді бізде дәл осы тақырыпта суреттерді де және де ақпараттарды да бізге басқа тілде ұсынып отыр. Яғни бұл жерде құстардың әсеріне байланысты. Қараңыз, бұл жерде Қазақстанда тоже упомянуть еткен жері бар, яғни атап өткен жері бар. Дегенмен бұл уже әлемдік зерттеу. Біздің қарап отқанымыз. Қазақша сұрағанымыз, ағылшынша сұрағанымыз. Дәл осылай басқа тілдерде сұрай берсек болады. Ол бізде әлем бойынша зерттеп сізге барлық нұсқаларын ұсынатын болады. Барлық мәліметтер, яғни зерттеулер. Осы нейрожеліні пайдаланып, біздер өзіміздің зерттеуімізді одан әрі қызықты, әрі нақты етіп жасап шығаруымызға болады екен.